Мен Артур Қыздыбаян, Іле ауданы номері 7 мектептің 8 А сынып оқушысымын. Менің өмірлік мақтанышым атам Қажел Сарыұлы 1915 жылы Гурьев облысы Новобогатский ауданы Забурин ауылында дүниеге келген. Қызыл армияға 1937 жылдары Гурьев қалалық әскери комиссариатынан алынған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына қатысып, аға лейтенант взвод командирі дәрежесіне жеткен. 1943 жылғы соғыста көрсеткен батылдығы үшін, ерлігі үшін, әскери қызметі үшін медальдармен марапатталған. 1942 жылы ол бұл суретті сол кезде соғысқа қатысқан ағасы Нахиге жіберді. 1944 жылдары фашистерден азат ету кезінде көрсеткен батылдығы үшін 2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденмен марапатталды. Кёнигсберг қаласын жаулардан босату кезіндегі тапсырманы өте жауапкершілікпен орындағаны және үлгілі ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденмен марапатталған. Соғыс аяқталғаннан кейін Қажел Сарыұлы еліне аман-есен оралды. Отбасын құрып 5 бала тәрбиелеп өсірді. Қажел Сарыұлы қатты ауырып 1971 жылы 56 жасында дүниеден өтті. Мен бізге өмір сыйлаған және жеңіске үлкен үлес қосқан атаммен мақтанамын.